Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы менің отаным. Сендер бүгін сабақта табиғат туралы өз ойларыңды айтуды, сөз тіркестерін құрауды үйренесіңдер. Балалар, алдымен еске түсірейік. Мына суреттерге қараңдар. Менің отаным дегенге не жатады екен? Ойланайық, іске сәт. Балалар, менің отаным деген ол біздің туған жеріміз. Оған дала, орман, өзен, тау, тағы басқа көріністер жатады. Сендер де осылай ойладыңдар деген ойдамын. Оқушылар, жаңа сөздермен танысайық. Ел, мақтану, көл, мөлдір, отан, туған жер. Осы сөздерді сөздік дәптерлеріне жазып алып, сөз тіркестерін сөйлемдер құрастырыңдар. Іске сәт. Оқушылар, біз құрастырған сөз тіркестерін тыңдайық. Менің туған жерім. Мөлдір өзен. Биік тау. Көлде шомылу. Сөйлемдер. Менің туған жерім Қазақстан. Мұнда таулар мен көлдер көп. Сендердің де сөз тіркестерін, сөйлемдерін сәтті шықты деген ойдамын. Келесі тапсырма тыңдалым. Әбілғазы Қайырбектің өлеңімен танысып, сұраққа жауап берейік. Отаным деп, елім деп, орманым деп, көлім деп, жар саламын мақтанам, Қазақстаным менің деп. Астанам деп, төрім деп, ұлан байтақ жерім деп, жар саламын мақтанам, Қазақстаным менің деп. Оқушылар, сендер ықылас қойып тыңдадыңдар деген сенімдемін. Енді сұраққа жауап берейік. Өлең не туралы? Ойланайық, іске сәт. Келесі тапсырма айтылым. Оқушылар, мына суретке қарайық. Табиғат туралы өз ойларыңды айтып көріңдер. Сосын сұрақтарға жауап берейік. Іске сәт, ойланайық. Оқушылар, сұрақтарды тыңдайық. Сенің туған өлкеңнің табиғаты қандай? Өзен, көл бар ма? Қандай тау бар? Қандай көрікті жерлер бар? Ойланайық. Оқушылар, сұрақтардың жауаптарын тексерейік. Сенің туған өлкеңнің табиғаты қандай? Менің туған өлкемнің табиғаты тамаша. Өзен, көл бар ма? Есіл өзені, көлдер бар. Қандай таулар бар? Биік таулар бар. Қандай көрікті жерлері бар? Менің өлкемнің көрікті жерлері көп. Оқушылар, сендердің де жауаптарын сәтті шықты деген ойдамын. Оқушылар, біліп алайық. Сұрақ қандай болғанда зат есімнің алдында тұрады. Мысалы, таза ауа. Қандай жасыл орман. Қандай кең дала. Қандай бұлақ? Мөлдір бұлақ. Қандай тау? Биік тау. Қандай табиғат? Тамаша табиғат. Есте сақтайық. Оқушылар, келесі тапсырма жазылым. Сұрақтарға жауап берейік. Сөз тіркестерін құрап жазайық. Үлгіге көңіл бөлейік. Қандай орман? Қалың орман. Осы үлгі бойынша
Келесі сөз тіркестерді толықтырайық. Еске сәт. Оқушылар, тексерейік. Қандай тау? Биік тау. Қандай дала? Кең дала. Қандай көл? Мөлдір көл. Оқушылар, сендердің де сөз тіркестерін сәтті шықты деген ойдамын. Келесі тапсырма ойын ретінде болады. Берілген сайт бойынша сөз тіркестерін құрастырып көрейік. Іске сәт. Келесі ойын сұрақтарға жауап бер. Іске сәт. Ойланайық. Оқушылар, ойындар сәтті болды деген ойдамын. Бүгінгі тақырып бойынша бүкіл тапсырмаларды жақсы, белсенді қатысып орындадыңдар деген сенімдемін. Енді үй тапсырмасын жазып алайық. Сау болыңдар. Келесі кездескенше дейін.